Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналымның қонақтары. Бүгін мен сіздерге ағылшын тілінің бір ерекшелігін мен таныстырғым келіп отыр. Ол яғни ағылшын тілінде зат есімнің де, етістіктің де қызметін атқаратын сөздерге тоқталамыз. Яғни бір сөзді сіз зат есім ретінде де, етістік ретінде қолдана аласыз. Зат есім мен етістікті білесіздер деп ойлаймын. Зат есім деген кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Етістік дегеніміз не істеді, қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы. Яғни бірінші сөзіміз email. Электронды пошта, электронды пошта. Email сөзі етістікте зат есімде бола алады. Мысал үшін, I emailed you yesterday, but you didn't reply to me. Мен сізге кеше электронды пошта жіберіп едім. Сіз маған әлі жауап берген жоқсыз. Енді мына жерде қазақ тіліне тура осындай структура емес, басқаша болып та аударылып кетуі. I emailed you. Email дұрыс етістік болып тұр бірінші сөйлемде. Кеше іс-әрекет орындалғандықтан оған ed жалғауын қостық. I emailed you yesterday. Етістік ретінде email. Келесі You have a new email. Сізге жаңа электронды хат бар. Зат есім не? Электронды хат бар. You have a new email. Келесі сөзіміз зат есімде етістік болатын сөз, ол talk деген сөз. Talk. Talk деп оқымаймыз, talk деп оқимыз. Оны өткенде түсіндіргенмін. Келесі Let's talk about the places we visited. Өзіміз саяхаттап барған жерлер туралы әңгімелесейікші деген сөз. Әңгімелесейікші етістік ретінде тұр. Келесі зат есім ретінде кешіріңіздер. I have met my old friend and we had a nice long talk. Мен өзімнің ескі досымды жолықтырып, біздер ұзақ, әдемі әңгіме дүкен құрдық. Мына жерде әңгіме дүкен не? Зат есім болып аударылып тұр. Келесі сөзіміз support. Қолдау көрсету немесе не? Қолдау. She's having tough times. Please support her as much as you can. Оның басынан қиын кездер өтіп жатыр. Қолынан келгенше қолдау көрсет. Please support her. Етістік ретінде тұр. Келесі Thank you so much for your support. Қолдағаныңыз үшін рахмет. Қолдау көрсеткеніңіз үшін рахмет. Енді мына жерде қазақ тілінде екеуі де құдды бір естік сияқты аударылып кетеді. Бірақ біздің оқып жатқан тіліміз ағылшын болғандықтан сол нюансты түсініңіз. Бірінші сөйлемде support her деп тұр, қолдау көрсет деп тұр. Ал мына жерде for your support, қолдағаныңыз үшін деп тұр. Келесі сөзіміз answer. Жауап беру немесе жауап. Мысал үшін answer my question please. Менің сұрағыма жауап бер. This is a good answer. Thank you. Бұл жақсы жауап. Рахмет. Келесі сөзде ол етістік болып тұр. Не? Бұл жақсы жауап. Кешіріңіздер, зат есім болып тұр. Не? Келесі сөзіміз water. Су деген сөз. Су деген сөзде етістіктің қызметін атқарады екен. Су не? Зат есім. Бірақ та ол етістікте болады. Қарайық қане. Sarah, Please water the flowers. Гүлдерді суаршы дегенде water деп айта салуға болады екен ағылшын тілінде. Келесі When I'm thirsty, I drink water. Мен шөлдеген кезде су ішемін деген сөз. Келесі cook деген сөз. Cook. My brother is an excellent cook. Менің ағам немесе інім тамаша аспаз. Кім? Аспаз зат есім. Келесі сөз But I cook very well too. Бірақ мен де тамақты жақсы жасаймын, жақсы пісіремін. Міне нақты тамақты жақсы пісіремін де мына жерде cook деген сөздің көмегімен беріліп, етістіктің қызметін атқарып тұр. Ары қарай кеттік. Iron. Темір деп аударылады. Өтік деп аударылады. Мысал үшін They bought a new iron. Олар жаңа өтік сатып алды. I have ironed all the clothes.
I have ironed all the clothes. Мен бүкіл киімдерді үтіктеп қойдым деген сөз. Келесі сөз sleep, ұйықтау немесе ұйқы. I had a good night's sleep last night. I had a good night's sleep last night. Осы сөйлемде sleep зат есім болып тұр. Мен өткен түнде жақсы ұйықтадым. Так. My mother likes sleeping in the afternoon. My mother likes sleeping in the afternoon. Менің мамам түстен кейін ұйықтағанды, көз шырымын алғанды жақсы көреді. Екінші сөйлемде sleep, likes, sleeping, sleeping деген сөзде ол етістік болып тұр, іс-қимылды білдіріп тұр. Келесі сөзіміз smoke, smoke. Темекі шегу немесе түтін деп аударылады, біреуі етістік, біреуі зат есім. The smoke is coming from that house. The smoke is coming from that house. Түтін ана үйден келіп жатыр, ана үйден шығып жатыр. Не? Түтін. If you want to be healthy, don't smoke. If you want to be healthy, don't smoke. Егер денсаулығым жақсы болсын десеңіз, темекі тартпаңыз. Do not smoke. Етістіктің рөлін атқарып тұр. Және бүгінгі сабақтағы соңғы сөзіміз work. Етістікте зат есімде болады. Мысалы үшін I love my work. I love my work. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Келесі зат есім болып тұр бұл. Келесі етістік. We worked 25 years together. We worked 25 years together. Біз 25 жыл бірге жұмыс істедік. Жұмыс істедік, бұл жерде етістік болып тұр. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз тамам. Сабағым ұнап жатса, үлгі басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін әрқашан қымбат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.